Абайдың 28-ші қара сөзі. Ей мұсылмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. Бұлар неліктен десе, біреу сіздер айтасыздар, Құдай тағаланың жаратуынан яки бұйрығынша болған істеп. Олай болса біз Құдай тағаланы айыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтіріп едік. Енді Құдай тағала бір ан тұрғанға еңбексіз мал береді екен. Бір Құдайдан тілеп адал еңбек қалап, пайда іздеген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп асырарлықта қылмай кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момында ауру қылып қор қылады екен. Қайда бір ұры залымның денін сау қылады екен. Әке шешесі бір-екі баланың бірін есті, бірін есер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік бол деп жарық шашып жол салады екен. Түзікті бейішке шығарамын деп, бұзықты тозаққа саламын деп, айта тұра пендесінің біреуін жақсылыққа мейірлендіріп, біреуін жаманшылыққа мейірлендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың айыпсыз, мінсіз, ғафур рахимдығынан, әділдігіне лайық келе ме? Жұрт та, мүлік те бәрі Құдайдың өзінікі. Бұл қылғанын не дей аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса қыла береді. Оны айыпты болды ма дей алмаймыз десең, ол сөздің Құдай тағаланың айыбы мәні жоқ емес, толып жатыр, бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда пенде өз тырысқандығымен не табады? Бәрін қылдырушыға өз екен. Пендеге өкпелейтұғын еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса дағы Құдайдан келген жарлықта қалып жүр екен дейміз бе? Құдай тағала әрбір ақылы бар кісіге иман парыз, әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз деген екен. Және де әрбір рас іс ақылдан қорықпаса керек. Біз енді ақылды еркіне жібермесек, Құдай тағаланың ақылы бар кісіге иман парыз дегені қайда қалады? Мені таныған ақылменен таныр дегені қайда қалады? Дініміздің бір жасырын тұрған жалғаны жоқ болса ақылда, оны ойлама дегенімізге пенде бола ма? Ақыл тоқтамаған соң діннің өзі неден болады? Әуелі иманды түзетпей жатып, қылған ғибадат болады. Жоқ, сен жақсылық жамандықты жаратқан Құдай, бірақ қылдырған Құдай емес, ауруды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес. Байлықты, кедейлікті жаратқан Құдай, бай қылғанда, кедей қылғанда Құдай емес деп нанып ұқсаң болар, әйтпесе жоқ.